Сәлем баршаңызға, сүйікті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін капустадан осындай оңай әрі тез дәруменге пайдалы салат жасайтын боламыз. Бір бас капустамызды екіге немесе 4 бөлікке бөліп, майдалап турауымыз керек. Өте майда қылып тураңыздар, сол кезінде әдемі болып шығады. Бұл салат өте дәруменге пайдалы. Сол үшін жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Үйдегі бар азық-түлік. Ең бірінші салатымызға осылай капустамызды майдалап етіп турап аламыз. Бұл капустаға тағы сіздер теркадан сәбіз өткізіп қоссаңыздар да болады, немесе қиярды да турап қоссаңыздар болады. Мінекей капустамызды жақсылап майдалап турап болдық. Енді бұның үстіне шай қасықпен 1,5 шай қасық тұзымызды салып, сосын шай қасықпен 3 шай қасық немесе 2 шай қасық қантымызды қосып, қолдың көмегімен жақсылап осы капустамызды мыжғылаймыз. Сол кезде капустаның суы шығып, әдемі болып шығады. Енді осы салатымызға өздеріңіз қалаған аскөктеріңізді қоссаңыздар болады. Мен укроп пен көк пияз қостым. Немесе петрушка, кинза қоссаңыздар да болады. Жақсылап майдалап турап болған соң, үстіне осындай кішкене бөлігін лимонның суын қосамыз. Бұлдай бір ерекше дәм беретін болады. Енді бұның барлығын жақсылап араластырып, дастарханымызға ұсынамыз. Өте оңай жасалады. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Осы видео сіздерге рецепт ұнап жатса, видеоның астына поделиться деген батырманы басып, әпке-сіңлілеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қазақша футблогтың, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұранамын. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің қызықты, пайдалы видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер.